Саламатсыздар ма? ABCD трапециясында бізде диагоналдардың қиылысу арқылы мынандай 4 үшбұрышқа бөлінеді. Бұл жерден мына S1, мына S2 деп белгілейін. Қазір біз сіздермен дәлелдейтініміз мына S1-дің S2-ге тең екендігін дәлелдейміз. S1 тең болады екен S2-ге. Демек, міне көріп тұрғандарыңыздай, мына ABO үшбұрышының ауданы, ол мына COD үшбұрышының ауданына тең екендігін қазір сіздермен дәлелдейміз. Оны бастайтын болсақ, бірінші мен мына B және C деген төбелерінен мына AD қабырғасына биіктіктер түсіріп алайын. Онда мына жерден мынаны бір H деп белгілей салайық. Мынаны да H деп белгілей салайық, яғни мына қызыл түстегі мына биіктігімізді бұл, яғни бұл H болды. Енді мына AOD үшбұрышының ауданын S3 деп белгілей салайын. Енді бірінші мынадан бастайтын болсақ, S үшбұрыш ABD туралы айтатын болсақ, бұның ауданы бізде, яғни үшбұрыштың ауданын есептейтін болсақ, табаны және сол табанына түсірілген биіктікті көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, ол бізде сол үшбұрыштың ауданын береді. Бұл сонда 2-ден 1 AD көбейтілген H-қа тең екен. Келесі, мына ACD үшбұрышының ауданын табатын болсам, ол да тура солай, яғни мына биіктік көбейтілген AD бөлінген 2. S үшбұрыш ACD ол дегеніміз 2-ден 1 AD көбейтілген H-қа тең екен. Бұдан не байқауымызға болады? Мына оң жақтары бір-біріне тең болып тұр, сәйкесінше онда мына SABD ол тең екен ACD үшбұрыштың ауданына. Ал жазайық. S үшбұрыш ABD ол тең екен S үшбұрыш ACD. Мына екі үшбұрыштың ауданы бір-біріне тең деген сөз. Мына ABD үшбұрышын мен S1 мен S2-ның қосындысы ретінде жазсам, сонда S1 қосылған S3 ол тең екен S2 қосылған S3. Сонда мына S3 пен S3 жойылып, S1 тең S2 деген мына теңдікке келдік. Демек, мына S1-дің S2-ге тең екендігін біз не істедік? Міне дәлелдедік. Яғни, бұл кез келген трапеция үшін міне диагоналдардың қиылысу арқылы пайда болған 4 үшбұрыштың мына сәйкесінше мына екеуінің ауданы бір-біріне тең болады екен.